Құрметті ләмелер гранделар, брейнроттарды цунамиден құтқару ойынына қош келдіңіздер. Алдыңғы видео сіздерге қатты ұнағаннан кейін осы бөлімді кідіртпей бірден шығарайын дедім. Осы жолы брейнроттарымызды 1 триллион ақша беретіндей қылып өсірдім. Және мықты әрі қымбат брейнротты құтқарып алып келдім. Ендігі цунамилер өте мықты. Соған жақсылап дайындалып брейнроттардың барлығын құтқарамыз. Сондықтан құрметті досым, дәл қазір арнаға жазыл, себебі сен арнаны жазылмай көреді екенсің. Менің арнамды тез-тез 100 мыңға жеткізіп тастайық. Сәл қалдық қой. Мына жердегі подписаться деген кнопканы басып жібер. Саған 3 секунд берем. 1, 2, 3. Арнаға жазылдың ба? Лайк бастың ба? Ендіше видеоға кеттік. Ал достар, біздер базамыздың алдынан шықтық және біздің базамызды қазір көреміз. Не болып жатқанын. Алдыңғы жолы мына брейнроттардан тек 3 ма 4 ма болды. Естеріңізде болса чеклетере, драгон канелони және бір фраго ла болды. Қалғанның барлығы мен сол күні бірден шыдай алмай жинап алдым достар. Енді менде қазір 16 QD бар. QD дегеніміз ол білесіздер ғой не екен, триллионнан кейін табылатын қаражат. Енді қанша жинап қойды, мен брейнроттарым қазір көріп шығайық. Және қанша беретін мен сіздерге көрсетемін. Қатты тез жүріп жатыр брейнроттарым достар, мына цунамиден. Так, бізде кетіндер, мен қарамандар. Алесио бізде 307 миллиард береді секундына. Джоб Сахур 84 миллиард береді. Рейнбоу 67-сі бізде 89. Бисонти Юпитер бізде 60 миллиард. Қалғандары солай енді 30 әрі қарай кете береді. Ең азы бізде жалпы миллиард беретіндер ғой барлығы. Енді қазір қаражаттарын жинап аламыз. Қанша қаражат жинап қойды екен? Бізде 30 квадрат асып кетті ғой. Ойбай, бүйтіп тұрып тез-тезіне қаражаттардың бәрін алып аламыз да енді жылдамдығымызды көбейтеміз ба, әлде брейнроттың беретін бағасын көбейтейін ба, соны ойлап тұрмын. Қазіргі енді мақсат біздің жылдамдығымыз 192. 192-ден 200 ойбай, уже әрі қарай жетпейді екен. Қазір біздер 212-ге жеткізіп қойдық. Жылдамдығымыз өте тез болады. Мына нәрсені мен соңына дейін апарып қойдым. Ол да брейнроттар көтеріп жүгірген кезде тез жүгіресің. 10x бізде реберт, перерождение бізде қазір 18-ші 19-ға жетуге сәл қалып тұр. Оған да жеткіземіз. Және мына брейнроттың Алесионың бағасын көбейте береміз. Қазір 37 миллиард беретін болса, енді бізде 384 миллион береді. Қараңыздар, 481 миллиард және бір рет көтереміз, 601 миллиард береді ғой енді секундына. Қараңыздар достар, Q-дан біздер өше қиналмай азады екенбіз бұлай жүретін болсақ. Енді достар, мына жерде тез модты қосамыз. 1 минуттан кейін бізде мықты бірдеме шығады. Ойбай, сол үшін ар жаққа жетіп алу керек. 1 минуттың ішінде 1 минут 23 секундтан кейін шығады. Қазір таласады адамдардың барлығы ең мықты секрет брейнротты алуға. Ойбай, 212 деген мына жылдамдық өте қатты супер слоу. 212 деген ең тез брейнротта не бар ғой? Цунами содан тез сияқты сәл. Ей, кетсеңдерші, мен тез брейнротымды алайын да. Жетеміз. Мыналардың барлығы сол жаққа қарай баратыр ғой. Жоқ. Кетей, ұрмай. Ішім пісіп тұрма. Жете алмаймыз, артқа қарай қайтамыз. Кетші. Кетші, төбелеспесеңдерші. Мә сендерге. Ой, мен ұрып жіберді біреу. Кет, 6 секундтан кейін шығады. Не шығады екен достар, сол қызық болып тұр. Кім алып кетеді екен? Төбелесетін болам соңына дейін. Целесте дейді. Ойбай, Целесте шығарды секрет. Жете алмай жатырмын ғой мен. Қазір көреміз кім алып баратқанын. Біреу алып бара жатуы мүмкін. Кері қарай жүгіріп кетеді алып баратқан адам. Қазір мен бірінші болып алуға тырысам, енді 3 адам отырып қоймын мына жақта. Біреу алып кетпесе барып. Супер слоу. Ойбай, 1 миллион береді ауыра барып. Кетей. Кетіндер, үшеуіңде. Уақытым жоқ, мен сендермен төбелесіп отыратын. Жоқ. Қайтып келеміз. 1 миллион беретінді алуға болады. Анау алып баратыр 1 миллион беретінді. Жоқ. Қайтып келеміз. Не болды анау? Кетсеші. Анау алып кетеді қазір. Төбелесеміз. Қалай? Джоб Сахурға келген кезде мен құлап қалдым. Тупой. Мен қазір анау мен төбелесем мен. Қазір барам қайтадан достар. Барам да анау мен төбелесем, мен нервыма дейді. Мына брейнрот үшін таласуымыз керек. Міне кетіп баратыр. Сен. Бергеле. Мына жерде өтіп алды уже мынау. Алып келе.
Жоп-жопты алып кел. Алып кел жоп-жопты. Алып кел жоп-жопты. Жоп-жопты алып кеткен ғой достар. Так, енді біздер жылдамдығымызды 212 жеткізуіміз керек. Одан кейін мына жерде кюаларымызды жинап алайық. 2-де 8 кюа болыпты. Ойбай, көп емес қой біздің ақшамыз қазір. 2-де 8 кюа деген көп емес. Не болса да қазір брейнроттарды астына жинаймыз, толтырып барлығының бағасын көтереміз. Мысалы, мына 680 триллион и бір болды 140 миллиард береді енді. Мынадан көп беретін болып кетті, мынаны да көтеріп жіберейік. Болды 105. Үшеу бізде уже жақсы қаражат алып келеді. Енді жылдамдықты сәл көтеру керек, тез жүгіретін қылып, мынадан да қатты. Көреміз, енді тырысып көреміз, достар. Қазір барып 1 миллион тұратын брейнроттарды алып келейік. 1 миллион тұратын Аура Фарма деген сияқты брейнроттар бар, солар толтырып тастайық ішке. Бағаларын көтеріп тастайық. Барлығының бір 100 миллиард беретінге дейін көтерейік барлығын. Сонда бізде көп брейнрот болады. Мынадай цунамилердің барлығын. Ойбай, өте қойын ғой. Ла Гранде комбинацион тұрсын қараңыздар, достар. Ла Вака Сатурно, ойбай, Ла Вака Сатурно не істеп тұр? Ла Гранде комбинацион 100 мың береді екен, ондай қызық емес. Анаяқта мен эсок секола көріп қалдым біреуден. Ол вообще мықты. Мына жерде бір қымбат бірден бар сияқты да? Жоқ. Ананы алып кетуге болады енді. Итті. Гатито Нанино. Гатито Няниноны алып кетеміз, достар. 800 мың береді секундына, ол жаман емес. Қазір оны миллион, 2 миллион қылып брейнрот қылып көтеріп жібереміз ғой оның бағасында. Әкеліп аламыз, ең бастысы әкеліп алсақ болды. Аха. Бүйтіп әкеліп аламыз да, бірінші қабатқа қоятын сияқтымыз ғой, бірінші қабатта тұратын сияқты ғой. Әлде үшінші қабатқа қоямыз. Үшінші қабатқа қойық та оны. Бұны тез бейт көтеріп жібереміз 1 б-ға дейін. Достар, бейт 1 б беретіндей қылып тастаймыз. Қазір 169, 211 міне. Болды, 1 б береді, достар. Ол да жақсы, 1 б-ға дейін көтеріп тастадық беретін бағасын секундына. Мына жердегі брейнроттар енді 3 кюа жинақ қойыпты ғой бізге. 3 кюа. Демес пе 3 кюа деген? Енді көтеретін болсам 19 кюа керек қой анаған. Мынаны бір көтереміз, мынаны бір көтереміз. Сонда біз 131, мынау 175. Ойбай, анау 600 жақында мына 1 триллион беріп бастайды. Қазір уже 6 триллион беріп жатыр секундына, қараңыздар міне. Ең мықты брейнрот қайсы десеңіздер, Алесио деп өздеріңіз соның жауабын ала бересіздер ғой. Ойбай, мынау деген әшейін болып жатыр ғой мынаған. Ойбай, мынау да б береді. Барлығы б беретін болып жатыр ғой брейнроттардың. Мына миллион береді екен, мынаны да көтеріп тастайық. Ұят болар. 19 кюа керек қой бізге. Нан бағасын көтеру үшін 19 кюа керек, достар. 19 кюа деген көп емес пе? Мәссаған, біз мына жерге келдік. Ойбай, кетей. Жақындама. Қымбаттарға жақындама, мен аламын қымбаттарды. Ойбай, медиум келді. Жүгіреміз, медиум. Ешін етпейді. 1 миллион береді екен. Фрагол ала, менде ондай көп. Қана шашылып қалды. Қазір ровно 1 минуттан кейін мына жерде қымбат брейнрот шығады, соны мен алатын болам, достар. Алатын шығарым деген ойдамын енді. Так, 5 секундтан кейін, достар, қазір бір мықты брейнрот шығады. Не, 2 секунд, 1 секунд не шықты бізде? Ойбай. Аламыз. Түстік. Ойбай, жоп Сахурдыңнан қараңыздар, 2-де 25 миллион беретін түр шықты, достар. Мынаны базаға апару керек қой, менде мынандай болған жоқ, достар. 2 миллион беретін брейнрот мүлде болған жоқ. Мынандай қымбат брейнрот алғаш қалуым, сондықтан тез базаға апарамыз. Охо-хо-хо. Чо там? Бар ма сендерде? Жоқ па? Менде бар. Мәссаған, достарынан қараңыздар, өте қымбат тұратын брейнрот алдым. Жоп Сахурдың, менде мынандай түрі болды, міне, обычный түрі да, Celestial. Мынау секрет түрі ғой, қараңыздар. Бұл да Celestial түрі, бірақ бұл 2-де 25 миллион береді. Мынау, қараңыздар, нешінші уровенге барғанын көрейікші. Слоу қайда, слоуды қосып қойық. Так, мына жоп Сахур бізде 52-ші уровенде тұр екен. Қазір қараңыздар, ананы 52-ке апаратын болсам, мен мынау деген көп береді. Қазір тез апарып көрейік. 52-ші уровенге қазір 5-те әлі 50 рет басу керек. 50 рет басамыз, достар. Тез бұны апарамыз, көрейік нешеге дейін баратын. Мынанда 52-ке апардық, 52-ші уровень, мынау ше. Мынау да ровно 52-ші уровень, қараңыздар, мынау 131 миллион береді секундына 52-ші уровенде. Мынау 197 бәсе, достар. Бұл 197 миллиард береді 52-ші уровенде. Ал бұл 131 миллиард береді. Яғни қазіргі біздің алған жоп Сахурымыз мынаған қарағанда бәрібір қымбаттау болып тұр, достар. Сондықтан жоп Сахур дамытуымыз керек. Енді бүкіл қаражатты осы жоп Сахурға саламыз. 2-де 1 кюа кереккен ол үшін, достар. 1 рет дамыту үшін. Сондықтан жоп Сахур тез дамытуымыз керек. 46 секундтан кейін қайтадан мықты брейнрот шығайын деп жатыр, бірақ мына жерде қараңыздар, шынандай адамдар толып жүр.
Оларға не істейміз білесіздер ма? 5 цунами деген бар, соны қосамыз қазір. 31 секундтан кейін шығады. Осыларға қосамыз, сонда не болады? Бұлар 5 цунами болып кетеді. Мә сендерге. Бүйтіп ұрамыз міне, бүйтіп ұрамыз, былай тұрыңдар е. Былай тұрыңдар, мен аламын қазір бәрібір. Қазір 5 цунамиді қосам, сонда бұлар алмай қалады. 19 робокс кетеді екен. Ей, мені қалай құлатып жіберді бұлар? Мынаның ішінде тұр, қазір. Кетады, құлатамыз достар. Қалай құлату керек екен білесіздер ғой, а? Қазір. Ай бе, мен бейсім кетіп қалды. Қазір тағы бір рет істейміз ба? Қазір қашады ғой міне. Жейт алма. Мына бар. Ой, үлгертпейтін болды ғой. Ананы алып кетті ғой. Алып кетті ғой достар. 2 рет істедім бейсті. Дым істей алмадым. Кетей. Қайсы алып кеткен қымбатын? Не бар бұның базасына? Ойбай, үстіне шығып баратыр. Қарайықшы базасын. Бар кет. Ай бе, міне ақтан бір шығарғасын ғой. Құлатып сағасы ғой барып. Өзіміздің ақшаларымыз жинап аламыз. Қанша жиналды бізде? 7-де, ойбай, неше? 7 кюа болдық ба? 9 кюа, қазір үстінде бізде тағы бір брейнрот бар ғой, ақысы кюа беретін. Сонда көтеріп қойымыз керек. Аха, бұл ойбай 11 кюа болдық достар. Так, бізде неше керек? 31 кюа керек сияқты, я? Достар, маған шынымен де ұнап жатыр мына жерде. Мықты брейнроттар жинаған. 4 кюа болдық па уже? Нан тағы да көтереміз достар. Жоп сахорымыз неше миллион беретін енді көреміз, қараңыздар. 7 кюдыға көтереміз, қазір қараңыздар. 7 кюды кетіп жатыр наған. Ал. Ойбай 481 дейді. Енді 10 кюды керек. Ойбай. 56, 57, 58. Мәс саған. Біраз берейін деп тұр ғой бізге жоп сахур. Күтеміз тек. Ойбай, кім шықты? Дук шығып тұр ғой мына жерде. Дук алуым керек қой мен. Тез наны өткізіп аламыз да, міне осы жерде ұшамыз. Дук қайда? Дук қайда? Достар? Дук-дукты біреу алып кеткен ғой. Кім алып кеткен? Бізде 12 мен қазір біздер 5 жүгірі қосады екенбіз. Және перерождениеміз 19-ға барады. 19 перерождениеге апара аламыз. Жақсы емес па достар? Бейтіп 19 перерождениеден шығатын болсақ, бізге бірақ перерождение де керек достар. Перерождение жасау үшін 12-де 54 кюді керек. 12-де 54 кюді жинау үшін қазір мына жерде 500 триллион жиналу керек қой. 54 жиналды ғой, жиналды достар. Енді мына жерде 5 жүгіріс қоса аламыз міне. 217 болдық, енді 218 қылу үшін 3 кюді керек. Тағы 5 жасау үшін қанша керек? 26 кюді керек қой. Йо-май, жоқ, одан да бізге 3, 9 сөйтіп кете беру керек. 3-ке дейін қазір тырысып көреміз достар. Сонымен перерождение жасап жүреміз да. 19 перерождениеге орамыз, бізде ақша 15x береді. Ал достар, қазір мына жерде тұрған ақшалардың барлығын жинап аламыз. Қанша болдық екен? Ойбай, төменге түсіп кеттік қой. 427 QA. Q'ды ғой яғни достар, енді QA деп айта беремін. Ол біздер үйреніп қалғанымыз QA деп. Ойбай, 27 QA. Мынау қалай болып кетті? Мә саған 81 дейді достар. Мынау енді әдемі кетті ғой деймін. 81 деген жақсы, бізге 3 қана не керек қой. Бетеміз 220 болдық достар. Міне перерождениеге дәл болып тұрық дәл қазір. Бірдеме шықты ғой. Қазір жүгіріп бару керек. Жүгіріп бармасақ мына жақта бірдеме шыққан, оны да алмай қаламыз. Ойбай, не алып кіре алмай қалдым. Ұрлап келатыр ғой. Ойбай, мен алып кеттім достар. Мә саған, біреудің алған затын мен алып кеттім достар, просто. Қалай достар? Енді мен базамда бұл тұрады. Так, бізге не керек қазір? Наны 601 қалдым, 751 қалдым. И 939, ойбай достар. Енді 939 береді біздің жоп сахур. И бізде перерождение дайын ғой да. Перерождение жасап жүрейік. Ақшамыз нөл қоймайды жерде перерождение. Бәсе. Перерождение жасадық достар. Қазір бізде енді 19 перерождение, базамыз онда 5x ақша алып келеді. Тез да енді. 751 миллиард береді достар, қараңыздаршы. Енді мұна 2 брейнрот, ең қымбат брейнроттардың бірі достар. Құрметті досым, саған бүгінгі видео ұнады деп ойдам. Егер ұнаса міндетті түрде лайк бас, комментарий қалдыр, себебі біздің базамыз
кәдімгідей мықты болды. Біз мына тұрған перерождениенің өзін жасадық, брейнроттарымызды миллиард, яғни триллион беретіндей қылып тастадық. Енді почти триллион беретіндей брейнрот сізде бар ма жоқ па, сонда жазып жіберіңіздер. Менде бір брейнрот триллион болып тұр почти. Жоп сахур. Сондықтан сіздермен бірге оған мен Миллер Плей арнасы. Келесі жүздескенше. Досым, мына тұрған екі видеоны көруді ұмытпа.